Бетперде бірінші бөлім бірінші тарау. Кейіпкеріміз ең тірескен жолаушылармен қабаттасып автобусқа енді. Ит тұмсығы өтпейтін қалың орманды жарғандай жағаласып арт жаққа қарай жылжыды. Бүйірінен тесіп бара жатқан қатты соққыны ауырсынып бұрылғанда арқасына сөмке танған оқушы алға қарай итініп барады екен. «Әй, балақай!» иығынан қозғап тоқтады да сөмкесін жоғары көтеріп қылдай өткелден өткізіп жіберді. Енді тізеле бергенде бұрын 1-2 рет сұхбат алған тергеу департаментінің басшысымен бетпе-бет келіп қалды. «Сәлематсыз ба, Райыс Сапарұлы? Мұндай көлікпен сізде жүреді екенсіз ғой. Журналистер жүргенде біз неге жүрмейміз? Негізі осындай көпшілік орындарда болу бізге де сізге де пайдалы. Пайдасын білмеймін, жан-жақтан қысып барады. Қоғамды көліктің проблемасы еш уақытта шешілмейді. Сіз сияқты жазғыштардан көмек болмаса. Газеттен кеткенмін. Дұрыс болмаған. Мақалаларын ұнаған. Сізге ұнағанмен шеф-редакторыма ұнамады. Қалта телефоны құлағына тосқан полковник. Көлігін от алды ма? Автобуспен жетіп қалдым. Ал жігітім, аялдама келіп те қалдым. Хабарласып тұр. Деп қалтасынан визиткасын алып ұсынды да асығыс түсіп қалды. Ансар бос орынға сылқ кетті. Қызық, егер көше сыпырушы екенімді білген болса, осылай емен жарқын тілдесуге құлықты болар ма еді? Неге сонша қобалжыдым? Маған бәрібір емес пе? Қылмыс жасаудан аманмын. Есіне Шынар түсті. Күте-күте күдер үзген болар. Осы кез аялдамасынан өтіп бара жатқанын байқап. «Әй, тоқта, тоқта!» Ол жалма жан есікке ұмтылды. «Өй, мауас, ұйықтап қалдың ба?» Ашумен сыбап алған автобус жүргізушісі тежегісін қосып қалт тоқтады. Бір-біріне соғысып сыпарылысып қалғандардың айқай шуынан құтылғанша асыққан жігіт баспалдаққа аяқ тіремей секіріп түсті де алды артына қарамай безе жөнелді. Анадайда арба сүйреп бара жатқан қыздың соңынан «Шынар! Шынар!» деп дауыстады. «Сізді келмейтін шығар деген?» «Бригадир, ол ақсек мұндай жұмысты не істесін? Басқа біреуді ізде» деп бұйырды. «Келгеніңізге сенгем. Автобусқа әрең іліктім. Әкел, мен итерейін. Бетпердеңізді тақпайсыз ба?» «Тағам, таныс полковниктікні кездестірдім. Соған алаңдап, аялдамадан өтіп бара жатыр екенкем. Жүргізуші де сазамды берді. Оны да түсінуге болады. Жүйкесі тозған ғой. Енді қозғала бергенде айқай салдым. Қалғып кеттіңіз бе?» «Жоға, ойға түсіп кетіппін». «Бері жүріңіз. Арбаны ана контейнерге аудара салайық». «Толған жоқ қой. Ендігісімен асады. Ана бір аланды сыпырып алайық. Түнгі қонақтар кока-коланың, сыраның ыдыстарын, чипсидің қалбырларын, донердің орамасын қалай болса солай лақтырып астан кестен етіпті. Қол созындағы қоқыс жәшігіне салуға ернеді. Ресейде футболдан әлем чемпионаты өткенде Оңтүстік Корея мен Жапон жанкүйерлері отырған орындағы қоқыс қалдықтарын өздері жинады. Бізде келесі ғасырларда солардай өркениетті елдердің қатарына қосылатын шығармыз. Мүмкін. Қыз контейнерге арбаны аудара беріп, шет жағындағы ала дорбаны әрірек ысырмақшы болды да көзі аларып кейін шегінді. «Қараңыз, адам өлгілігі! Кәне!»
Аңсар алға ұмсынды. Қоқысты төгуге шыққан әйел: «Әй, не қарап тұрсыңдар? Ол не? Ужас! Адам өлтірген бе? Жауыздар-ай, бұл не деген сұмдық? Не сестеп қалдыңдар? Полиция шақырыңдар!» деп бажылдады. Ала сөмкенің ысырмасын әрең жылжытқан Аңсар әр жерінен пышақпен тігілген өліктің денесін көріп: «Я, адам өлімі!» деп кейін шегінді. «Ой, қаншерлер-ай! Тездетіп полицияға хабарласыңдаршы!» Жиналып қалғандар абыр-сабыр. Қазір! Аңсар полковниктің визиткасын алып нөмірін терді де: «Райс Сапарович, бұл Аңсар. Жаңа ғана қалдық салатын контейнердің ішінен сөмкеге тығылған мәйіт табылды. Жедел топ жібересіз бе? Қай жерде? Адресін анықтап айт. Жіберем, күт!» Аспан әп-сәтте түйілді. Тастөбеде кигіздей есіп қалған қара бұлт әміршінің таяғы түртіп шашып жібергендей ірімдік деніп шашыраңқырап барып түсіпті. Жел күшейіп, жаңбыр сіркіреді. Дабыл қағып жеткен полиция мен жедел жәрдем көліктеріне жол берген топ кейін серпілді. Тергеуші мен криминалист ала қапшықты контейнерден шығарып қылмысқа көздері жеткен соң куәгерлерді шақырды. «Сіздер ме бірінші көрген?» деді тергеуші қыз бен жігітке қарап. «Я, мен, Шынар». Алға аттады. «Қоқыс салған арбаны төңкеріп жатқанда көрдім». «Онда аты жөніңізді жазып алайын». «Жазып алыңыз». Тұрғандар арасынан тағы куәлар бар ма? Қоқыс тергеуге шыққан әйел алға ұмтылып: «Бірінші мен көргенмін. Шошынғаным сондай. Сосын мына қыз», ол Шынарға қарады. «Ол осы айналаны сыпырушы». «Жарар, сіздің аты жөніңізді жазып алайын, ал қалғандарыңыз тараңыздар. Үйлерінде болыңдар. Тергеушілердің жауап алуы мүмкін. Куәліктерін сұрайсыңдар. Бұл ауланыкі болмауы мүмкін ғой. Басқа жақтан әкеліп тастаса ше, оны тексереді». Полиция мәйітті алып кеткен соң жиналғандар жөн-жөніне тарай бастады. Жап-жас екен, кім өлтірді екен? Шынар әсерінен арыла алмауда. «Кім білсін, жігіт қызғанып өлтірген шығар», деді Аңсар. «Қызғанып өлтіре салуға бола ма? Егер шын сүйсе, қызғаныш қызыл шоқ. Шынар, сен біреуді қатты ұнатып көрдің бе?» «Жоқ, сіз ше?» «Жоқ». Осы кезде қыз тыз еткен қалта телефонын құлағына тосып: «Сізді бригадир шақырады», деді. «Бармаймын». «Қойыңызшы, қырсықпай, бұл жұмыстан да айырыласыз». «Жұмыстан емес, сенен көз жазғым келмейді». «Жарайды, бір жолға барайын. Басқа жаққа жұмсаса бас тартамын». «Қырсықпаңыз».